Сәлеметсіздер ме ұстаздар? Бүгінгі онлайн платформалардың ішінде көрсететін сіздерге Genially платформасы. Genially платформасы бізге не үшін қажет? Бұл көбінде бізде сабақты қолданған кезде жаңағы оқушыларға қызықты әрі тиімді өту үшін, жарыстырып оқыту үшін өте қажет платформа деп ойлаймын. Бұл үшін Google аккаунтқа жазамыз, Google-ға жазамыз Genially деп. Міне мынандай платформаның жаңағы белгішесі көрсетіледі экранда, иә, ашылып жатыр, күтеміз. Genially платформасын ашқан кезде міне біз Google аккаунтымызбен тіркелеміз. Мен міне тіркелгендіктен мына жерде ашылып көрсетіп тұр. Мына Home дегенге басатын болсақ, біздің бұрынғы жасаған жаңағы тапсырмаларымыз өзі шығып тұрады. Мен сіздерге былай көрсетейін, жасаған тапсырмамды ашып, одан кейін нақты толықтай сіздерге жаңағы экранда көрсететін боламын. Қалай тіркелу керек, қай жерде басу керек, иә, соның барлығы. Бұл менде сабағымда қолданған платформа болғандықтан жаңағы дайын тапсырмалар ішінде көрсетіледі. Қарап көрсеңіздер, өте ыңғайлы тапсырма болып саналады. Әсіресе жаңағы бастауыш сыныпқа беретін мұғалімдерге немесе орта буындағыларға, иә, 5-6-7 сыныптағыларға барлығына жаңағы қолдана беруге болады бұл платформаны. Сонымен міне бізде ашылады платформа. Мендегі тапсырма бұл жерде жаңағы цифрлық әлемге саяхат деп алған болатынмын. Күтейік. Мінекей сіздерге осылай шығады экранда. Мысалы басамыз, иә, оқушыларға ойнату үшін старт батырмасын ашамыз. Жаңағы сұрақтар қойылады. Қайсы артық, жылан, шыққан, мысалы осының ішінде. Кез келген біреу басасыздар. Белгілейміз. Жауап береді оқушы мысалы. Дұрыс түссе жаңағы мәтін алу командасы қандай, мысалы X-пен алады. Немесе қате жауаптарын ары қарай көріп отыруға болады. Қазір сіздерге қалай тіркелу керек екенін барлығын айтып түсіндіретін боламын. Бүгін сіздерді керемет платформамен таныстырғым келіп тұр. Бұл Genially платформасы. Мүмкін естіген де боларсыздар. Бұл платформамен не істей аласыздар? Бұл платформамен түрлі презентация, инфографика, интерактивті суреттер, видео презентация, ойындар, викториналар құрастыра аласыздар. Яғни сіздің сабағыңыздың қызықты өтуінің бірден-бір мүмкіндігі десе де болады. Олай болса, видеоны соңына дейін мұқият көріңіздер. Байқасаңыздар, платформада презентацияның неше түрлі үлгілерін көруге болады. Сонымен қатар бұнда 1000-ға жуық шаблондар бар десе де болады. Тек қалағаныңызды таңдап сабағыңызды өткізе бересіз. Ал енді тіркелуден бастайық. Мінекей бұл жерде тегін тіркелу. Facebook арқылы, Google аккаунт арқылы да кіруге болады. Сонымен қатар электронды почта арқылы тіркелсе болады. Мен мына жерде электронды почта арқылы тіркелемін. Бірінші аты жөнімізді жазамыз, толық аты жөнімізді. Одан кейін электронды почтамызды көрсетеміз. Сосын пароль ойлауымыз керек. Парольді жазып қоямыз. Одан кейін тіркелу батырмасын басамыз. Тіркелу батырмасын басқаннан кейін біздің электронды почтамызға хат келеді. Сол хат арқылы авторизация жасаймыз. Авторизация жасап болғаннан кейін келесі ашылған бетте платформаны қай мақсатта қолданамыз, соны таңдаймыз. Енді мен білім беру бағытын таңдадым. Одан кейінгі бетте сіз өзіңіз оқушысыз ба, студентсіз бе, мұғалімсіз бе, соны таңдайсыз. Келесі бетте қай сала, бастауыш білім беру ма, орта білім беру ма, университет па, соның бірін таңдайсыз. Мен енді орта білім беруді таңдадым. Мінекей жұмысқа толықтай дайын. Енді келесі бет, бұл жерде сіз осы платформамен не істей аласыз, солар берілген. Инфографика, презентация, видеолар көріп тұрсыздар ғой. Енді осының ішінде біз викторина дегенді таңдадық. Мен сіздерге міне боулингті көрсеткім келіп тұр. Қараңыздар. Оқушылар үшін мұндай тапсырманың өте қызықты болатыны сөзсіз. Енді сіздерге қазір осыны қалай жасау керегін көрсетейін. Используйте этот шаблон деген таңдайсыздар. Келесі осындай жұмыс беті ашылады. Мінекей мен ортада көкпен белгілеп қойдым ғой. Бұл жерге сіздер жалпы викториналарыңыз қандай тақырыпқа құрылады, соның тақырыбын жазып қойсаңыздар болады. Енді осы сілтемелерді қалай бөлсеміз? Мінекей сілтеме тұр, оны копировать дегенді басасыздар. Бұны немесе жоғары жақта көрсетіліп тұр, электронды почталарыңызға жіберсеңіздер болады. Қазір қайтадан көшірейін. Мінекей мен өзімнің электронды почтама жіберіп аламын. Әлеуметтік желілерге де бөлсеңіздер болады. Facebook, Pinterest, Twitter, көрдіңіздер ғой. Мен сілтемені өзімнің электронды почтама жібердім. Мінекей қолдың оң жағында электронды хат сәтті жіберілді деп шығып тұр. Сонымен қатар осы видеоның описание бөліміне де осы тапсырманың сілтемесін қалдырып кетемін. Қарап көріп шықсаңыздар болады. Байқағандарыңыздай, аталған платформада
осындай және бұдан басқа да тапсырмаларды орындау өте оңай. Яғни дайын шаблондарға өздеріңіздің тақырыптарыңызға қатысты мәліметтерді қоя аласыздар. Бұл платформаның басқа да мүмкіндіктерін келесі видеода бөлісетін боламын. Каналға тіркеліп, видеоны достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.